Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Арғынбай Бекбосынның өмір жолына шолуды ұсынады. Жамбыл облысының құрметті азаматы Арғынбай Бекбосын 1937 жылы 17 маусым Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Қарасу ауылында туған. Журналист, жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Жамбыл облыстық радиосының тілшісі, Қазақ радиосының оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарындағы меншікті тілшісі, Жамбыл облыстық еңбек туы газетінде бөлім меңгерушісі, Жамбыл аудандық Шұғыла газетінің редакторы, Жамбыл облыстық партия комитетінің бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі нұсқаушысы болған. 1985-1994 жылдары Жамбыл облыстық Ақжол еңбек туы газетінің редакторы болып жұмыс істеген. 1994 жылғы наурызда Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің, 1995 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланған. Ауылым әнім менің, жеті қарақшысы жоқ аспан, кемеңгермен кеңесу, Хауананың аманаты, Қыл көпір кітаптары жарық көрген. Омар Хайам рубаяттарын қазақшалаған. Мың түрлі ой атты 4 тағандар жинағы шыққан. Нюрнбергтен бұрын атты тарихи қаһармандық драмасы соңғы сезім деген атпен Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында, Жамбыл облыстық драма театрында қойылған. Өткелдегі шайқас атты пьесасы да сахналанған. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Парасат орденінің иегері, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының және ТМД елдері журналистер одақтары конфедерациясы сыйлығының лауреаты.